Балдар, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде 5-ші сыныптың математика сабағы. 6-3 тақырып проценті бойынша санды табу, берілген санның процентін табу. 124 бет. Біздің мақсатымыз берілген проценті бойынша санды табуды меңгеру. Күнделікті өмірде проценттерге байланысты есептерді шығара алуымыз керек. Бізге конспект ретінде сендер жазып алу керексіңдер. Мен жаңаға фото жібергенде алдында тапсырмалар бердім. Соның алдында конспект деп қойған мысалдар берілген. Сол мысалдарды жазып алу керексіңдер, түсінікті ме? Ал мен қазір сендерге сол мысалдарды түсіндіретін боламын. Бірінші мысалға назар аударайық. Номері бірінші мысалда айтады: теңіз суының 5% тұз. Концентрациясы 20% болу үшін 80 кг теңіз суының неше килограммын буландыру керек дейді. Мұнда әрбір сөзге мұқият назар аудару керек және әрбір іс-әрекетке өзіміз қандай амал қолдану керектігімізді білуіміз керек. Қарасаңдар, теңіз суының 5% тұз деп тұр. Демек біз кешегі, яғни проценті бойынша санды табу ережесі бойынша бірінші қағидаға сүйенеміз. Процентті бірінші жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеп жазу керекпіз. Бірінші мысал. Қазір мен қалам таңдап алайын. Бізде бірінші мысалда 5% деген процент берілген. Осыны айналдыру керекпіз. Жай бөлшекке айналдырайық. 100-ден 5. Естеріңде болса, процент белгісінің алдында тұрған қандай да сан болсын, ол 100-ден 1 бөлікті білдіреді, яғни 100-ге бөлінеді деген болатынмын. Енді бұл деген сөз 100-ді 5-ке бөлетін болсақ, 20-дан 1-ге тең болады. Бұл бізге түсінікті ғой, бірінші жолымыз. Енді келесі жолға қарайық. 80 кг теңіз суының дейді, неше килограммын буландыру керек деген сұрақ қойып тұр. Бізде жалпы 80 кг деген ол сөз, ол 100% беріп тұр, дұрыс қой? Демек, бізде 80 кг деген сан, ол берілген санды білдіреді. Формула естерінде болса, b тең a көбейтілген 100-ден пи болатын. Бізде a дегеніміз мұнда берілген сан болатын. Демек, бізде берілген сан ол 80 кг. 80 килограммды көбейтеміз 100-ден 5-ке. Бұл бізде 100-ден 5 дегеніміз 20-дан 1 болғандықтан, біз оны өшіріп 20-дан 1 деп жазуымызға болады. 80 мен 20-ны қысқартамыз, жауабы 4 болады. 4-ке 1-ді көбейтсек 4 килограмм. Бізде килограммды 20-дан 1-ге көбейтіп жатқандықтан 4 килограмм өлшем бірлігі жазылатын болады. Бұл жерде түсінген болсақ, формула бойынша енді келесі. Бізде концентрациясын табу керек. Біз 25% болуы үшін деп тұр. Жаңағы 80 кг теңіз суының неше килограммын буландыру керек екеніміз табу керек. Ол үшін 20%-ті айналдырып аламыз. Ол деген сөз 100-ден 20-ға тең. 0 мен 0 қысқарады. 10-нан 2, ол бізде 5-тен 1-ге тең. Балдар, дәл жаңағыдай есептейміз. 4 килограммды 5-тен 1-ге тек қана бұл жерде бөлу керек. Өйткені концентрациясы 20% болуы үшін деген сөз үшін біз бұл жерде бөлу амалын қолданамыз. 4 бөлінген 5-тен 1. Демек, 4 көбейтілген 1-ден 5. 4-ке 5-ті көбейтеміз 20. Демек, балдар, басына ораламыз. 80 кг теңіз суынан 20 кг концентрациясы үшін дегенді алып тастаймыз. Сонда бізде 60 кг қалады. Жауабы 80 кг теңіз суының 60 кг булану керек екен. 60 кг булану керек. Демек, бірінші мысал түсінікті болса,
біз оны сақтап аламыз, немесе жазып алыңдар дәптерге түсіріп, менімен бірдей түсіріп отырсаңдар болады дәптерге. Ал мен бұны өшіремін де келесі мысалды түсіндіретін боламын. Қаламға жаза алайын. Екінші мысал. Екінші мысалда массалары 80 грамм және 120 грамм тұз ерітіндісі берілген. Бірінші ерітіндіде 12 килограмм тұз, 12 грамм тұз, кешіресіздер. Екіншіде 15 грамм тұз бар дейді. Осы ерітінділердің концентрациясы неге тең? Осы екі ерітіндіні қосып араластырса, концентрациясы қандай болады дейді. Мұнда бірінші ерітіндіге бір есеп шығарамыз, екінші ерітіндіге екінші есеп шығаратын боламыз. Демек, екінші мысалды екі тәсілмен шығаратын боламыз. Қараймыз. 80 грамм дегеніміз, ол бізде 100% беріп тұр. Ал 12 грамм тұз, бірінші ерітіндіде деп тұр, 12 грамм тұз бар деп тұр. Демек, 12 граммда қанша процент барын біз анықтау керекпіз. Бұл бізде оңай. Формулаға сала саламыз. X тең 12-ге 100-ді көбейтеміз. Бөлеміз 80-ге. Естерінде болса, бұл жағдайды мен сендерге түсіндірген болатынмын. Егер 80 грамм 100% болған жағдайда 12 граммның процентін табу үшін біз 80 мен 12 мен 100-ді көбейтеміз. 80 мен X-ті көбейтеміз деген болатынмын. Көбейту жағдайы орындалып жатқан кезде мынадай формула салуға болады. X тең 12 көбейтілген 100 бөлінген 80. Бұл қайдан шықты? Мысалы үшін A 100 болатын болса, B X болатын болса, біз не істейміз деген едім? B-ға көбейтеміз 100-ді тең A-ға көбейтеміз X-ті деген болатынмын. A X тең B көбейтілген 100. Мұнда көбейту болғандықтан A-ны мына жаққа өткізетін болсақ, теңдіктің екінші бетіне бөлу амалымен өтеді деген болатынмын. Демек, V көбейтілген 100 бөлінген A. Дәл осы формула бойынша біз есебімізді қазір шығаратын боламыз. Бұл есте сақтап болатын нәрсе, тікбұрыштың ішіндегі есте сақтап боламыз. Тең болады. Назар аударамыз. 12-ге 100-ді көбейтетін болсақ, қанша болады? Дұрыс айтамыз. 2 нөлді артына тіркей саламыз. 1200 болады. 1200-ді 80-ге бөлетін болсақ, қысқарады. 120-ны 8-ге бөлетін болсақ, бөліп көрейік. Бірден береміз. 8. 12-ден 8 азайтсақ, 4, 0, 5, 40. Демек, бізде жауабы 15. X-іміз бізде 15% шықты. Демек, мұна X-тің орнында бізде 15% шығады екен. Енді келесі есепті, келесі тәсілін көрсетейін. Ол екінші есептің A тәсілі болатын болса, онда B тәсілі дейміз. Біз бірінші ерітіндіде 15% тұз ерітіндісін байқадық. Екінші тәсілде бізде 120 деген граммымыз 100% береді. 15 грамм тұзда X%, яғни процентті табу керекпіз. Дәл жаңағыдай формуланы қолданатын боламыз. X тең 15 көбейтілген 100, 120-ға бөлетін боламыз. 15-ге 100-ді көбейтсек 1500, бөлеміз 120-ға. Ол кезде 0 мен 0 қысқарады. 150-ді 12-ге қысқартатын болсақ, бізде 12,5 шығады. Тексеріп алсақ болады өзіміз. Есептеп. Демек, X-іміз мұнда біздің 12,5%-ке
тең екен. Бұл екінші ерітіндіде 12,5% тұз ерітіндісі бар екенін айқындайды. Енді мұнда көрейінші сияды екен. Бізде қарасақ 80-ге 120 граммды қосу керек. Біз өйткені 80 грамм мен 120 грамм бұл тұз ерітінділері. Жауабы 200 грамм шығады. Енді 12 мен 15-ті де қосуымызға болады. Неге? Өйткені екеуі де тұздың бар екенін айқындайтын сандар. Өлшем бірліктері де 27. Енді есепті өздерің көріп тұрғандай шығаруға болады. Берілген құрастырып алайық әуелі. 200 грамм ол бізде 100% береді. Ал 27 грамм дегеніміз ол тұз ерітіндісін береді. X% табу керекпіз. Мынау бізде табу керек нәрсе. Ал осы мысалдың осы берілгенін соңғы, яғни жалпысын процентін, X% өзіміз анықтайық. Жарайды ма?